Assalamu құрметті достар. Біз қазір онлайн сабақты бастаймыз. Так, Нұриман қосылып жатыр. Ассалаумағалейкум, Нұрайман, қалай жағдай? Ассалаумағалейкум. Ағай, мен 5-ші орын алып қалдым ба? 4-ші орын алып қалдым ба? Ағай, Ким Вячеслав те? Ким Денистің ағасы ма? Ағай. 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 Ағай, менің дауысым қосылып тұр ғой. Ағай, менің бас. Қалай бұл? Қалайсыз ағай? Ағай, естіліп тұр ма? Ағай, қалайсыз? Нұриман. Мади, мені естіліп тұрсың ба? Ағай, құлып тұр ғой. Болды ғой. Ағайдікі немене болып тұр? Сенде мынандай шығып тұр ма, қараш? Анау не рейд деп тұр ғой, видео түсіріп жатқан. Ағай, менің дауысым естіліп тұр ма? Мади, Нұриман. Ау. Ау, ағай. Айтсаңшы. Сенің даусың ең шықты ғой маған. Нұриман, сенің даусың естіліп жатыр. Так, мен қазір мынандай микрофон сатып алдым да. Мына камераларын қосыңдар да, камераны қосып тұрсыңдар ғой, иә? Енді қараңдар. Сенің даусың естіліп тұр ма қазір жақсы? Мен просто мынау специально микрофон сатып алдым. Қазір осы микрофон тексеріп көреміз да. Егер менің даусым естілмей қалып жатса, камераға бүйтіңдер, жарай ма? Жақсы ма? Хорошо. Қазір қосам. Ағай, Нұриман, сенде рек деген төбесінде тұрма видео запись деп. Немене тұрıyor сол? Так, енді менің даусым естілді ма? Жаңаға қарағанда қалай айырмашылығы? Жақсы, анық болып естіліп жатыр ма? Қаттырек? Сол мына микрофонды специальный микрофон сатып алдық қой сендерге, балалар, мынандай дәу үлкен микрофон сатып алдым. Микрофон көресіңдер ма? Ол мына жақта тұр, ол бүйтіп, мынаны бүйтіп тартайын мен. Міне. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біз бүгін Нұриманға агрессивный дебюттар үйрететін боламыз. Мади оны көріп тамашалайды. Мади, сен қандай дебютті үйренгің келеді? Жақсы естіле ма? Не знаю.
Нормально, иә? Иә. Сол настройкасын істей алмай жатырмын ғой, мына жақта что-то сәл бір нәрселерін істеу керек та, сол жаңа басында сендердің дауыстарың естімей жатқаным сондықтан. Арман неге қосылмай жатыр? Так, қалғандарымыз Арман группаға қосыламыз. Жаңа Арманмен дайынмын деп жатыр еді ғой. Тағы кім бар еді? Ол дайын болмай қалады ғой, дайын деп. Қосылыңыздар. Ағай, Гүлида апа қосылмай ма не? Ау? Гүлида апа қосылмай ма не? Сол ұмытып кетіп жатыр ма деймін да, ол не қыла алмай жатыр ғой, бір үйрене алмай жатыр ғой. Былай Ағай, уақытылы Гүлида апа көріп уақытылы қатты не ма істегенде. не? Қатты не ма не Гүлида апай? Иә, жақсы ойнайды. Сендерді ұтып тастады ма? Мен ұтып ғой кеше ағай. Ұтып тастады ма сені? Ол жақсы ойнайды. Ол маған қатысқан, так, осыдан бір жыл алдын маған қатысқан ол сабаққа. Ол сол кезде нормальный не деді, деңгейде еді. Ол қазір біраз уақыттан кейін енді қайтадан келіп жатыр. Қайтадан соны бастаймыз. Так, енді былай жасайық. Кеше кім ойнады жарыста? Жарыста кім ойнады? Сен Мади Ислам деген мына жақта тұрсың ғой сен. Ол Магди деген ол басқа адам. Сен вообще 9-шы орында тұрсың ғой, Мади. Нұриман неде хотя 4-ші орынға кетті. Молодцы. Арман қаяқта? Арман ойнамаған ба? 18 сояқта ғой. Бұл да 18. Ағай мен бірінші орындағы Ким Денис ұтып кеттім ғой. Бұл жерде общий итог бойынша ғой, бұл Ағай, система деген. мен 7 ойын болды деп шығып кеттім ғой. Анау соңғы победа тұр ғой, одан кейін шығып кеткен едім. Так, онда сен соңғы победа соңғы шығып кеттім дейсің бе? Дұрыс қой, бұл жерде 7 ойын тұр ғой. 7 ойын ғой. Мен енді шығып кеттім ғой, қарасай. 4, 5, 6, 7 ойын тұр ғой. Соңғы ойында... Минуттан ұтылып қалғым, қарасайшы. Минуттан ма бір нәрседен қуаңым. Мен білмеймін. Соңында сен Серік Әлиханмен ойнағасың. Аша салайық. Башқа ойнағасың. Серік Әлиханмен қалай ойнағанын көрейік. Ойнамағасың. Ағай мен Ким Дениспен ойнаған көрейікші. Ағай мен Ким Дениспен ойнаған көрейікші. Ким Дениспен ба? Так, последний неден ба? Нұриман последний партияда ұтқан екесің, иә? Ким Денисті. Жарайды, көрейік. Последний ойын, оған дейін Ким Денис лидер болып келген екен, барлығын ұтқан екен, тек қана Нұриманнан ұтылыпты. Жақсы. Біздің Арман несі қатыспаған білмедім. Арман сол кезде сұрап жатыр еді, ағай турнир қашан болады, ағай турнир қашан болады деп. Қайта-қайта ағай, қараңыз, Ким Денис, Ким Вячеслав тұтты, Ким Вячеслав мен ұттым, мен Ким Денис тұттым. Қалай бұл? Сондай бір-бірін... Ол шахматта турнир деген сондай болады, бір-бірімен кездесе береді. Бұл швейцарский система деген ұпай жинайсың ғой бұл жерде. Сен қазір сен үшеуің ойнайтын болсақ, мысалға, мына жақта Мади Арманмен ойнайды, одан Нұриманмен ойнайды, мысалға Гүлида апаймен ойнайды, айналып кете береді. Ұпайларың тең болса, ойнап кете бересің. Ұпайларың мысалға сен Нұриман сенде 4 ұпай болса, Мадиде 2 ұпай болса, екеуің ойнамайсыңдар. Бұл системада ұпайлар тең, жаңағы сен бір рет ақпен ойнаған болсаң, енді келесінде қарамен ойнауың керек. Сондай соперниктерді өзі автомат түрде есептеп береді. Бұл система әлемдік жарыстарда қолданылады ғой. Сондықтан бұл системамен турнирге Мейіржан ағай жіберіп жатыр. Бұл өзі компьютер автомат түрде соперник тауып береді. Біреу ұтады, біреу ұтылады, бірақ общий итогта коэффициент бойынша есептеп, бірінші орын, екінші орын деп анықтап береді. Бұл біздің олимпийский деген нәрсе жоқ шахматта. Мысалы, сен шахмат ойнап отқан кезде бір ғана қателік жасап, ойында ұтылып қалуың мүмкін, иә? Ұтылып отырасың. Какой-то бір ходта шахмат жасап қою мүмкін. Енді көп фигура болса да, бір болмайтын жерден корольге, мына патшаға, корольге порчка ашқан жоқсың. Сосын саған артқы линиядан келді да, ладьямен шақ қойды, защита жоқ, мат болып қалдың. Сондай ситуациялар кездеседі ол ойындарда, дұрыс па? Солай ұтылып қалсаңда, ол не болады енді ол? Сен ол кезде де бұл система сені лақтырып тастамайды да, ойыннан шығарып тастамайды. Сен ол жерде келесі
ойыншылармен ойнай бересің. Жаңағы ұтылып қалған ойыншыдан қайтадан басып озып кетуге мүмкіндігің болады. Түсіндіре алдым ба? Иә. Оны басып озып кетсең, ары қарай мүмкіндік болса, сен бір рет ұтылып қалуың мүмкін, но қалған барлығын ұтсаң, общий итогта сен бірінші орынға шығасың. Так, енді қарайық. Мына жерде Нұриман Ақпен ойнады. Нұриманға үйреткен дебют бойынша бастапсың, молодцы. Бұл бір дебютті үйрендің бе, и соны қолдана берген дұрыс. Бірақ басқа дебюттардан білген ақпарат білген жақсырақ. Жақсы ма? Нұриман, сен жаңа группаға жазып жатсың ғой, ағай, атака жасайтын дебют бар ма деп сұрап жатсың ғой. Атака жасайтын дебют дегеніміз ол фигурлардың барлығын активный ойнатып, сосын сол фигурлармен атака жасалынады. Сондай дебюттерді атакующий дебют дейді да, мысалы атака жасайтын дебюттер дейді. Ондайларға қандай дебюттер кіреді? Мысалы гамбиттер кіреді. Мысалы какой-то бір пешка бересің, или бір легкий фигуралардан біреуін жертва жасайсың. Оны құрбандыққа бересің да, и позицияны алып, мощный өте күшті атакалар жасайсың. Енді мына жерде қазір ебесті жүрген екен. Ким Денис, иә? Нұриман әдеттегіше үлкен диагоналға мына слонды шығарды. Атпенен қорғады. Атпенен атака. Атпенен пешкамен алдыға, иә. Нұриман уже алдында мен үйреткендей жасап аттың, иә? Атты қашқан жоқпыз, не істедік? Атты атқа разменге. Жеді и жеді. Центрді слонмен алып алдың. Так, пешка келді. Так, пешкамен жақтың. Хорошо. Мына жерде, мына пешка мұнда келіп қалуы мүмкін, опасный. Сен мына жерде сразу мынаны аш, жарай ма? Так, көре берейік. Так, қандай ошибкалар болып жатыр екен? Мынау енді сразу ферзге нападение жасапты. Неде темповой ход бар. Не істедің? Молодцы. Дұрыс, слонмен защитасың. Если жесе, сен ферзмен дейсің де, ферз ойынға қосылады. Фигурларда осылай артқа емес, наоборот, алды қарай ұмтылып, ойынға қосып отыру керек. Жеді, ферзбен жедің. Ол фигурасын ойынға қосты да ауыстырып тастады. Ол ойынға қосқаннан ол фигурадан пайда болған жоқ та, былайша айтқанда. Так, слон шықты. Так, рокировка. Короче, рокировка жасап, асықпай ойнап жатсың, иә? Так, атты шығардық. Атты нешін шығардық? Нұриман, сен жаңа сұрап атқан нелерің осы ғой. Атака жасауды үйрену керек. Біз енді алдымызда, Құдай қаласа, өтеміз. Атака, корольге жасалынатын атака, немесе белгілі бір фигураға жасалынатын атакаларды өтеміз. Мына жерде қарап отырсаң, сен сразу атака жасауға болады, өйткені потому что оның королі центрда тұр. Центрда тұрған король всегда ол қауіп қатерге ұшырап отырады. Ал мына жерде ол жейтін болса не істейміз? Или мынамен жедік. Ну, разница жоқ. Енді бірақ негізі мынамен жеген жақсырақ емес, мынамен жеген жақсырақ. Ферз орталық алаңға кіріп барамыз да, и ары қарай атты шығара бересің. Атпен мына жерге нападение жасайсың. И король центрда. Пока что сразу нападение. Так, атты жүрдің. Ол рокировка, длинный рокировка жасапты, иә, еще, иә? Жақсы. Порчка ашып қойдың. Енді жарайды, ол да болады. Жақсы ход. Ол центрді бұзғысы келді. Так, жедің. Ол жеді. Так, мынаны жеуге болмайды. Екі фигура оны күзетіп тұр. Так, слонды қорғадың. И корольге атака. Қараш, Ким Денистің мақсаты өте жақсы, иә? Себебі бұл жерде не істеп жатыр? Сен короткий жаққа рокировка жасаған болсаң, ол тарапта длинныйға рокировка жасайды да, оның идеясы атаканы корольге пешкалармен жасау. Если сен қарсыласың рокировка жасаған болса, сен оған қарсы жаққа рокировка жасап, оның корольдің алдына пешкаларменен, және де легкий фигура и ферзбенен атака жасайтын болсаң, онда ол жерде қарсыласың сауатты қорғана алмаса, көп жағдайда мат жасап ұтып кетесің. Қарсыласың сауатты қорғанғанның өзінде, егер кейде
фигура аз болып ұтылып жататын болсаң, ну, как минимум ничья жасап кете аласың. Ну, қайта 5 шақ жасайсың да. Так, мұнда ладьяны батарея. Айттым оны, сразу корольге атака жасап жатыр. Хорошо. Так, центрді бұлдық. Жедік. Атпен жеді, ферзьбен жеді. Массовый размен дейді. Бүкіл фигурларды размен жасады. Мына обзорный рядқа өтіп алды. Так, пешкалар равный, тең. Хорошо. Мұнда екі пешкаға атака. Жақсы, мынамен қорғады. Бұлай түсіп алдың. Болады, в принципе. Ол қорғады. Так. Мына жерде Нұриман бір фигурамен бірнеше рет жүріп кеттім деп ойламайсың ба? Негізі корольді аккуратно жақындата беру керек қой центрға қарай. Жақсы, не жүрді екен ол? Король жүріпті. Ладьяны атқа. Бір фигурамен сен неше рет жүрдің сен қазір? 1, 2, 3, 4 рет жүрдің ғой сен. А сен 4 рет жүргенде 4 рет корольді бит жақындатсаң, сен уже мына ладьяны қуасың да, пешканы ашасың да, екінші ладьяны ойынға шығарып аласың. Қара, сен бұл жерде ұтқаныңменен теорияларды қолданып ойнау керек. Ну, қарсыласың сенің одан да күшті ойыншы болатын шығар. Енді жерде уақытқа да ойнап, мүмкін ұтылып қалуы мүмкін, енді асығып қате қоттар жүріп. Так, корольдің алдын бұзғысы келді. Жеді. Так. Ладья. Ауыстырып жатсың ба? Жеді, пешка жеді. Негізі пешка ортада жалғыз өзі қалып кетсе, слабый пешка болады, изолированный пешка дейді. Бірақ ладья бар ғой. Хорошо. Так, открытый линияға шығардың. Дұрыс, міне осы жерде дұрыс қолдандың. Ладьялар всегда открытый линияны көрдің бе? Сразу ладьяны қою керек. Так, қойдық. Молодцы, міне. Обзорный рядтарға ладьяларды міндетті түрде орналастырып алу керек. Обзорный рядтар деген пешкалардың қатары, иә. Так, пешканы алдыға. Не істейсің? Мынаны жедің бе? Мына моментте қара, мына пешка слабый. Сен мынаны өткізіп жіберсең да болады. Нұриман, есіңде болсын, иә? Всегда жеуді ойламаңдар. Кейде өткізіп жіберуге болады. Потому что саған бір пешканы сақтап қалу, ол болашақта ол пешка может ферзьге шығатын. А сенде мына ладьяң активный, а оныкі пассивный, потому что неге? Сенікі шабуылда, а оныкі қорғаныста. Активный деген ол шабуыл жасап отқан фигураны активный дейді. Ал пассивный деген ол тек қана қорғаныста отыратындар. Так, жеді. Так, ладьяны қойдың, ол қорғай алмайды. Ол открытый линияға шықты. Жедің. Ол обзорный рядқа өтті, мына пешканы жегісіге батыр. Алдыға жүрдің. Так, алдыға жүрдің, ол былай жүрсе не істейсің? Мына пешканы жүресің ба? Былай жүрсе не істейсің? Мынаны жүресің ба? Корольді жүрді, шақ бердің, обзорный рядқа өттің. Более-менее нормальный, жақсы ход. Алдыға жүрді, неде қорғаған жоқ, пешканы берді. Енді сенде екі пешка лишний. Слабый пешкаға нападение. Негізі мінеді корольмен қорғау керек, ол что-то уақыт аз болды ғой дейм, иә? Уақыт аз болды ма, Нұриман? Ұмытып қалдың ба? Осылай қорғап, арғай мынаны жеуге болатын еді. Так, ол ладьяны қойыпты. Жедің, шақ бердің. Ол мұнда келді. Мына пешкаға атака жасады. Мұнда келді. Что-то түсірдім, не үшін мынаны жемеді. Мұнда сквозной жасап, ладьяны ауыстырды. Так, пешка кетті, вперед. Мына жерде ашық бір жасапты. Қандай ход жасадың нерде? Нұриман, мына жерде сразу ұтуға болады ғой. Бұндайды білмейміз. Қалай ұтуға болады? Так, Мади, Арман. Турады 8. Дұрыс айтадың. Мынаны шақ береміз. Бұл темп бойынша жүріс ұтып алу. Яғни біз тағы бір жүрісті біз аламыз. Тек мынаны корольді қорғауға міндетті. Ол қорғайды.
Ал біз мына жақтан ферзге шығарамыз. Болды ғой енді. Ол жесе біз жеп аламыз. Енді Нұриман сен істепсің пешкаға, ол жегенде мына пешканы жепсің. Мына бір пешка. Негізі позиция, ничейный позиция, білмеймін қалай ұтылған. Ол да дұрыс ойнай алмайды, ладейный окончание бар, оны дұрыс ойнай алмаған ғой. Хорошо. Так, жүріп атық, шах, шах. Ничияға келісіп атсың ба? Неге қайта-қайта шах қойып жатсың? Мына жерде бұл король мына жаққа барып тұрып алса болды, ничия ғой бұл ойын. Анализ партия жасау керек қой, мына былай жүрсең былай кете береді. Не істейсің ал? Мына жаққа барады. Арман қойшы. Но ничейная позиция. Так, если мына жерде если сен пешканы жүрсең, ол король мұнда келеді. Былай келсең, король мына бұрышқа алып тұрып алады. Любой ход жүре бер, мына екі ход жасап тұра береді. Мына шеттегі крайний пешка всегда ол ферзге шыға алмай қалады. Нұриман, сен мына жерде кім дұрыс жасамаған ғой? Денис. Тәрс, пешка ферзге шығады. Енді ол дұрыс ойнамаған. Так. Так. И мат. Жақсы. Тағы кімнің партиясын көреміз? Менің Мадик ағай. Менің. Мадик, кіммен ойнағанымды көрейін? Біреумен. Дәлбой. Ануарбек Дарын дегенмен ойнағанын көрейін, е? Давай. Дарын деген осы баяғы бізде онлайн сабақта қосылған бала емес па? Қайсы? Так, рейтингі сенен жоғары екен ғой, 1339 тоқты. Сен ақпен ойнап жатсың, Мади, е? Иә. Ануарбек Дарын спорттан ғой ағаймен. Мынау қандай қорғаныс, кім біледі? Ол Сицилиян қорғанысы. Жоқ, Сицилиян қорғанысында ол 2 рет жүреді мынаны. Сицилиян қорғанысында 2 рет жүреді. Ал мынау қандай қорғаныс? Так, бүгін давай осыны талқылайық. Бұл защита каракан деген қорғаныс. Караканды, мен айттым караканды. Так, менің YouTube каналыма кірсеңде, сол каракан қорғанысының бірнеше әдістерін көрсеткен болатынмын. Енді ол агрессивный дебюттардың бірі ол. Так, атака жасайтын дебюттардың бірі. Ақтар мощный атака жасайды осы жерде. Өйткені бұл күшті бастамалардың бірі емес та. Мынау соңғы уақыттарда Анатолий Карпов осыны көбірек ойнаған. Мысалға чемпион мира да. И тағы бір-екі гроссмейстерлер осы защита караканды өте жақсырақ ойнаған, и оны жақсырақ зерттеген. Бірақ көбінесе ақтардың позициясы жақсырақ болады, менің ойымша. Так, уәзірді жүріпті. Мә саған. Мади, біздің ана шахматты жақсы ойнау үшін алтын ережелер бар. Алтын ережелердің ішінде уәзірді бірінші шығаруға бола ма? Ферзді бірінші шығаруға бола ма? Жоқ, болмайды. Болмайды ғой, не үшін мынаны шығарамыз онда? Бізге керек емес қой. Сен если ферзді шығарып, детский мақсаты бар болсаң, онда сен жақсы ойнай алмайсың. Көрейік, бірінші ойында, екінші ходтан бастап ошибка болған, конечно, ұтыласың сен оны. Қандай не қылып ойнасаң да. Защита караканның идеясы өзі түсінікті ол. Мынау, слонның алдындағы пешканы алдыға жүреді да, оның идеясы мынау центрға пешкамен нападение жасау. Жеді. Ол центрді өзі қазір контроль жасап жатыр. Так, шақ. И мынау тұрардың, е? Ход. Енді артқа қайтардың. Так, слонның ферзге шақ. Ферзге нападение. Мына жерде бұл ферзді артқа қайтардың деген сұрақ болыпты да, мына слонға қарай. Наоборот, сәл активный ойнатуға болмады ма?
Ферзді мұнда қоюға болмады ма? Или ферзді мұнда қойып, может, Ой, двойной удар, бірақ ол ладьямен қорғайды енді. Былай ойнауға, может, болады ма? По идее, болатын еді ғой. Курецкий Ары қарай атты шығарып, мына атты мұнда шығарып, может. Так, мұнда просто ферзді тупикке тіреп тастапсың да. Яғни ферзь ойында жоқ. Ферзді сен қарсыласқа жеңіл фигураға ауыстырып жібердің деген есепте болып қалды. Мади, міне сенің бірінші ашектің. Осыны ұмытпай, есіңе сақтап ал. Келесіне де сен соны қолданасың. Бірінші ферзь шығарма. Хорошо? Так, алдыға жүрдік. Жүрді, атты жүрді. В принципе, атты жүргенің енді ферзді неға қамап қойдың. Сол айтып қалым сол ғой, ферзь қамалып қалып, просто ферзь қамалғаннан ферзді мына орталыққа ойнатқан жақсырақ та негізі. Атты нападение істесе ферзь Мынандай кезде балалар ұмытпаңдар. Пешкаларды бір-бірімен байланыстырып қойсаңдар болды ғой, өзі келді қайттан ит болып өзі қайтып кетеді өзінің орнына. Ондай сөйтіп қуып жіберу керек қой, сосын ары қарай тағы да атты былай қарай жүріп, қайттан атыңды мощный ат болып ойнай бересің. Мына жерде келді атпен қорғағаның, мынау қазір енді ол мына слон атты жейтін болса, сен жейтін мына жерде мынандай бір-біріне қабаттасып қалған пешкалар пайда болады. Ал ол пешкалар бір-біріне кедергі болады. Алдындағы жүрмесе артындағы жүре алмайды. Екеуіне бір ладья линиямен шабуылдаса, екеуін біреуін қорғай аласың, біреуін қорғай алмайсың. Көбінесе солай ұтылып қала бересің, біреуінен айырылып қаласың. Так, рокировка и атака слонға. Қазір мына жерде мынаны жеуге болады, бірақ ол мұнда қояды, слоныңды болады. Так, сен слонға атака жасасаң болады, слон ол жейді, и сен жейсің. Не істеді екен? Солай жасады, мен айтқандай жасады. Так, міне нормальный ход, мынадай сразу мынаны жеу керек. Қосарланған пешкалардың көзін құрту керек, ашу керек. Дұрыс. Так, жеді. И мына жерде лишний ходты не істейміз? Кім? Мынаны жеп алу керек қой, асықпай, ол кесін. Ладно, мынаны қойдым, мынамен жеп алу керек қой сенің, мен түсіндім. Или мынандай бүйтіп істесең болады. Мади, мына пешканы жемейсің сен. Мына пешканы алдыға жүріп жүресің. Не істейсің? Бұл пешканы проходной қыласың. Оны мына слон қорғайды. Бұл күшті болады. Ал мына пешка алдыға жүре алмайды ғой. Вот сенде өте мына жолы ашық пешка всегда бір фигураның құнына тең. Түсіндір алдың ба? Ол болашақта қазір 1, 2, 3, 4 шақта ол не істейді? Уәзірге айнала алады. Егер сен уәзір алу үшін оның жолында бір-екі фигураларды айырбасқа көп айырбас жасай берсең, онда сен ұтып кетесің. Мадиде мынандай бір шанс болған. Так, Мади мынандай ход таңдапты, мынамен жүріп, мынамен жегіс келген, ладьяны қашқан, слонмен жеген, жеді. Мади атып кеттің ба, не үшін атып кетмедің? Или көрмей қалдың ба? Мұнда өз біліп тұрсың, көріп тұрсың, мына жейді. Пешка или былай жейтін ұмытып кеттің ба? Мади? Мади барма сабақта? Бармын ғой, тураны көрмей амын мен. Бес бұғадына беріп қоям ба деп ойлағам. Пешкамен жейтінді көрмей қаласың ба атты? Жоқ, десек былай ойладым да мен. Аяқта тура тұрда бірдей тураны көрмей амын мен. Бұлай тураны жеген кезде типа артындағы тураны жеп қояды деп ойлағасың ба? Сәл қарап алу керек енді. Бұл жерде 6 минуттан, 6 минуттан и давап қосылмайды. Жақсы, енді бұл блиц қой енді. Блиц ойнаған көбірек не емес. Бірақ көбірек партияларды талқылау керек. Көбірек есеп шығарсаң, саған кітап бердім ғой, Мади. Сол кітапты сен бітіріп шықсаң, мынандай проблемаларды тез табатын боласың. Ойнап атқан кезде тез шешім қабылдай аласың. Потому что артына қарайсың, зашта бар, тарс көрдік и жедік. Тарс көрдік и істедік. Түсінікті ме? Так, мұнда пешканы жүріпсің, атты алдыға кетіп қапты. По идее, бірақ әлі де шанс бар, жақсы.
атты разменге қойыпты. Так, мына нәрсені ұмытпайық, балалар. Егер сен фигура ұтылып жатсаң, онда фигураларды айырбастауға көшпеу керек. Мүмкіндік болса, пешканың жолын ашып, сол пешканы ферзге шығаруға басқа фигуралармен көмектесу керек. Міне, кім Мадиде бір фигура ұтылып жатыр. Бірақ мына пешканың не істеп тұр? Жолы ашық па? Иә. Ашық. Демек, біз ақырын фигураларды былай атты, былай әкпелдің, например. Сосын мынаған атака жасадың. Сосын мынаған жайлап атака жасайсың. И порточка ашып қоясың. Сөйтесің дағаны жайлап ақырындап уәзірді кіргізесің. Мысалы, мына қазір ат қайда жүреді? Жүре алмайды. Ат уже ұсталды. Примерно атты мұнда қойсам болды, мына ат ұсталды ғой. Бұл только мұнда жүреді екен. Вот былай жүреді и былай жүреді. Хорошо, түсіндік. Не істейміз енді? Бұл аттың мына жердегі жүретін жолдарын біз көріп тұрмыз. Не істейміз? Екінші ладьяны осында шығарамыз. Бұл жерде былай істеуге де болады. Мынаған бірінші атака жасап аламыз. Ол так қашады. Былай қашады. Қалай қашса да? Если сразу мынаған атака жасауға болады. Ол қашса, жейміз, жеді, тағы бір пешка жеп алдық. Не істеп атырмыз бұл жерде? Екінші пешкаға проходной жасап атырық. Енді ары қарай мынаған порточка ашып қойсақ, корольді тастаймыз да ферзді ойынға қосамыз. Мұнда әкпелеміз, пешкаларды ақырын екі ладьяны біріктіріп аламыз да. Мінерді мен өзім жақсы көретін ойыным ол мынау. Осындай ойындарды жаман жақсы көремін да мен пешкамен бір фигура ұтылып отып, барынша тырысып, пешканы ферзге шығарам деп, ол сол пешканы ферзге шығармас үшін пешканы барып бір фигурамен жеп, соны фигурасын беріп, сөйтіп ойнайды да. Осындай ойындар қызық негізінде. Так, мына жерде ауысқан жақсы емес. Түсіндіңдер ғой, Мади, түсіндіңдер ма? Фигура ұтылып жатса, мүмкіндік болса ауыспаңдар. Так, ферзь ортаға барды. Ладья слонға нападение. Слонды ладьяға нападение. Мына жерде ладьяға. Ладья открытый линияға шықты. Просто мына пешканың жолын жауып қалдың да. Негізі оның жолын жаппай, мына жаққа атака жасай салған жақсырақ сияқты да негізі. Хорошо. Так. Слонға былай нападение. Слон былай келді. Так. Слонға. Мади, бізде білеміз ғой, корольдің алдын ашуға болмайды. Корольдің алдын аштым дегенше, сен уже менің короліме атака жасай беріңдер, мен қақпаны ашып беремін деп. Мысалға сендер Шыңғысханның киносын көргенсіңдер ме? Иә. Шыңғысханның киносында жаугершілікте полный әскер бараттағаны қамалды бұза алмай жатады. Бірінші мақсат қамалын бұзу, есігін ашу. Есігін ашқаннан кейін соғыс бытысын шығарады. Алар қамалды қорғап отырсады. Мынау шахмат деген соғысқа ұқсас қой. Мынау корольдің алды, бұл қамалы ғой, корольдің пешкасы деген, ол пешкалар корольдің қамалы ғой. Ол жерге қамалды бұзу үшін олар кейбір кезде фигурларды жертіп жасайды. Кейбір кезде мүлдем жаңағы қамалды бұзып кіре алмайды мысалға, иә. Соның барлығы осы шахматтағы біздің соғысқа ұқсас қой. Сондықтан корольдің алдын ашпаңдар. Корольдің алдын аштым дегенше мен қақпаны ашып бердім да, жауым, қарсыласым менің келіп корольін ұстап ал деп шақырып атсың ғой, короче. Ондай нәрсе жасамаңдар. Хорошо, жақсы ма? Так. Слонға. Так, слон ары қарай кетті. Ладьяға ладья. Мади, жаңағы ережені тағы да есіңде ұстап ал. Фигура ұтылып жатсың, бір фигура кемсің, ауыстырма. Бір емес, бірнеше рет қателік осыдан болған. Содан кейін ұтылғасың ғой сен. Так, ол ауыстырып жатыр, потому что олда бір фигура артық. Сен де ауыстырғанға келісіп ауысып жатсың. Ат мында келді. Так, мына жерде атты ұстап алуға бола ма? Ловля фигуры дегенге келе ма мына ат? Иә, келеді. Пока что келмей тұр. Бұл жерге көмекке керек, мына слон керек, қара. Слонды қоясың, и пешканы алды қоясың. Атқа нападение, бірақ ол пешкамен қорғайды. Так, болмайды екен, по идее. Пока что көрейік тағы, до конца. Не істейді?
Ол жей салады ғой, қорғайды ғой. Мына жерде пешканы бесплатный беріпсің, иә? Ойбе, ол мына пешкамен жеу керек, ол мына пешкамен жеді ғой. Бұл өте ашекпа ғой, мұнда шах аласың. Шах келді. Оқ, мына жерде зор шанс бар ғой негізі. Так, қандай мүмкіндік бар тағы да? Қазірше мүмкіндік жоқ. Не істеуге болады? Так, примерно ешқандай вариант болмай тұр қазірше, иә? Так, пешканы алдыға. Ферзді алдыға шығарды. Ферзді разменге шығарып отыр, потому что ода бір фигура артық. Мади, сен ұтылып жатқан кезде, как минимум ниче жасауға тырыс, пешне шах қоюға тырыс, немесе фигурларды олай ауыстырма. Так, ауыстырдың, жеді. Мынауың енді өте жақсы қот. Мына пешканы жемей, өткізіп жібергенің өте күшті қот. Молодцы, мен осыған риза болатым. Так, атты жүрді. Пешканы алдыға. Слон. Мына пешканы қазір кіммен қорғайсың? Если мынаған қазір король атака жасаса. Айттым ғой, атака жасайды оған. Слон атака қорғап тұрма, слоны мына жерге өткіз, и мына пешканы шығар. И ол пешканы мына жаққа бел. Потом мына пешканы. Екеуін кезекпен кезек. Корольді бірақ жақындату керек. Келіп, центрға алып келіп, мына жақтан. И осымен алып барып ферзге шығарасың. Сенде осындай бір екінші шанс болған. Так, келдің. Пешкаңды просто алдыға жүріп, бесплатный беріп қойдың. Так, шах қойды. Корольді артқа қашудың қажеті жоқ негіз. Айттым ғой бұны. Корольді центрға алып бару керек қой, Мади. Еді, былай қарай кетіп қаласың дейсің ба? Былай қарай кетіп қал. Мынау ақ слон болса, сен қара клеткалармен жүр, мүмкіндік болса, міне диагоналдармен. Ақ слонмен ақпен жүрме. Сосын атқа оппозиция ұстап отырыңдар. Ол дегеніміз, ат пенен корольдің арасында екі клетка болу керек. Если горизонтальный или вертикальный бағыт болса. Ал екіншісі, бұл атқа король қалай диагональ ма? Диагональ бағытта бір клетка болу керек. Сонда ат шах бере алмайды сендерге. Так, мұнда көрейікші тағы да. Не істеді? Мади, пешканы беріп қойдың и алдыға жүрдің. Келдің и келдің. Жаңа істеу керек еді да осыны. Мына неге бесплатный жемедің, мен түсінбедім. Мынаны да жейін деп жатыр ғой, Так, осы слонды бере салады. Потому что ода қазір бүкіл пешканы жеп қойсаң да, как минимум ничья бар. Сен оң корольді қуып жүрсің ба? Мади, не істеп жүрсің? Неде сразу мына қарай пешкаларға бармайсың ба? Мына пешкалар тоқтатпайсың ба? Ферзге шықпас үшін. Сен оң корольді қуып жүрсің ғой артынан. Мынаны қарашы, ол да жақсы ойнай алмайды екен. Слонды мұнда қойып қойсаң бітті ғой, осы жерде тұра берсең. Так. Шах. Мына шах кезде, мынандай кезде корольді бүйтіп, мынаның қасына бүйтіп жапсырып қою керек қой, саған шах бере алмайды, мінері келе алмайды, мінері келе алмайды. Только мінері келеді. Сен мінері келсе, сен қайттан бүйтіп жақында боласың. Так. Ойымнан немеге қашып жүрсің? Ат шах бере алмайтындай варианттарды тауып алыңдаршы, балалар. Ат қалай шах бере алмайды? Ат, если жабыстырып қойсаң, шах бере алмайды. Ат, если мынандай арасында екі клетка болса, шах бере алмайды. Ат, если міне, мына екеуінің диагонал отыр, арасында бір клетка осылай орналасса, шах бере алмайды. Ол айналып кел, ол бірнеше жүрістен кейін барып шах береді. Бір екі жүрістен кейін барып шах береді. Соны ұмытпаңдар, мына атқа қарсы солай ойнайсыңдар. Ой, бұл Мади, ана жақын неменеге қаңғырып жүрсің сен? Мына пешкалардың екі пешканы жесең ничья ғой, болды ғой. Атпен мат қоя алмайды. Сен слонмен мат қоя алмайсың. Просто мына корольді мына жаққа барып бір пешка алмадың ғой, Мади. Уақыт аз болмады, қойың уақыт. Өзі ойын бітіп қапты.
Негізі ничья болған екен ғой, екеуің уровеньдерің примерно тең екен ғой. Бір фигураны өзің тегін беріп қойғансың, ары қарай ойнағансың. Мына жерде ничья болған, как минимум ничья болған. Мали? Уақыт бітіп қалған ғой әдейі. Иә, уақыт бітіп қалған. Так, бізде де уақытымыз